Барлығыңызға сәлем. Алекс кедей иммигранттар отбасындағы жалғыз бала. Ол компьютерде уақыт өткізгенді ұнатады және интернетте қалай ақша табуға болатынын тез түсінеді. Бірақ амбиция оны тым алысқа апарады және жас жігіт әлемдік жаңалықтарды дүр сілкіндіретін қара нарық пен хакерлік шабуылдардың ортасында қалады. Шынайы өмірден алынған бұл фильмнің атын соңында айтамын. Алекс әкесі мен анасымен бірге Украинадан Канадаға көшеді. Олар үлкен қалада жылжымайтын мүлікке қол жеткізе алмайды және Лондон қаласында, Онтарио штатында, Канаданың шеткі жағынан ипотека алады. Бірақ сол жерде де олар жалақыдан жалақыға дейін өмір сүреді. Анасы банкте есепші ретінде тынымсыз жұмыс істейді, ал әкесі ешқашан шет елдегі қоғамға кіре алмаған соң жұмыссыз қалып кетті. Алекс сонымен бірге қарым-қатынаста қиындықтарға тап болады және оның жалғыз досы компьютер болады. Алекс ойындар мен басқа да ойын-сауықтардан ол код жазудың тәсілімен банк жүйесін үйренуге көшеді. Билл Гейтс және Стив Джобс сияқты адамдар оның кумиріне айналады. Алекс олар сияқты әлемді жақсы жаққа өзгертуді армандайды. Сонымен қатар мектеп оқушысы үйден шықпай-ақ желіде ақша табудың жолдарын табады. Жұмыс қызықсыз, бірақ ауыр емес еді. Алекс ақырындап ақша таба бастады, бірақ бұл Канадада өте қымбат тұратын азық-түлікпен өмір сүруге жеткіліксіз болды. Ал оның ата-анасы материалдық жағдайына байланысты үйде жиі ұрыс болатын. Күндердің бірінде Алекс теледидардан Зет мырза мен оның Dark Web ұйымы ұйымдастырған қор нарықтарына жасалған хакерлік шабуыл туралы жаңалықтарды естиді. Зет өзінің үндеуін әлемнің барлық жаңалықтар арналарының эфирінде шабуылды бастадық және біз жеңеміз. Бұл тек бастамасы деген ұранмен әлем назарын өзіне аударды. Үйге оралғанда жігіт анасының жылап отқанын көреді. Анасы банктегі жұмыстан қысқару келген екен. Енді ай сайын ипотекаға төлейтін ақшаны қалай табамыз деп уайымдайды. Алекс анасына өзінің интернет арқылы тапқан ақшасының барлығын көрсетеді, бірақ бұл 1-2 айға жететін сумма болатын. Жігіт анасын жұмыстан шығарған банкке ашуланады. Сонымен қатар емтихан уақыты жақындап келеді. Семестрге ақша өте қажет. Содан кейін Алекс Dark Web туралы еске алады. Алекс командаға кіру үшін не істеу керек деп ізденеді. Оған кіру оңай емес деп тапсырмалардан өту керектігін айтады. Бірінші тапсырма несие картасының нөмірін ұрлау болып табылады. Мұны істеу үшін Алекс жалған интернет дүкен жасайды және оның мектебіндегі бір бала қулыққа тап болады. Ол сол жерде сатып алу үшін өз мәліметтерін қалдырады. Осылайша жігіт өзінің профиліне бірінші деңгейдегі тапсырманы орындайды. Оның көмегімен Алекс заттарды қайта сатумен айналыса бастайды. Dark Web дүкенінен заттарды әлдеқайда арзан сатып алып жүреді. Ол ноутбуктерді, зергерлік бұйымдарды, сағаттарды, телефондарды алып сатады. Мұның бәрі жақсы табыс әкеледі және бір айдың ішінде жігіт соңғы 4 жылдағы табысынан да көп ақша табады. Қажетті соманы жинап, ол Торонтоға барады, онда шығындар артады. Демек, табыс өсіру керек. Өзін ғана асырап қана қоймай ата-анасын да асырау керектігін білетін Алекс қымбат заттарды сату үшін жалған құжаттарды қолданады. Ол абай болу керек, өйткені үлкен қалада полиция қара базарды белсенді түрде қадағалайды. Оны көптеген дүкендер бейтаныс адам болған соң жігіттің тауарын ала бермейді. Осы кезде сайт есімді жігіт Алекстің товарларын көріп онымен сөйлеседі. Бірге жұмыс жасап, сатқан товардың жарты пайызын алып отырасын деген ұсыныс тастайды. Танымайтын адаммен жұмыс істеу өте қауіпті, бірақ Алекс ақшасыз кеткісі келмейді. Сондықтан тәуекелге барады. Сайттың көптеген таныстары бар және олар Алекспен бірге жұмыс істей бастайды. Сайт қара нарық қатысушылармен, соның ішінде полицейлермен өзін қалай ұстау керектігін үйретеді. Бірді Алекс Зет мырзаның үндеу жасағанын көреді. Онда ол адамдарға қарақшылық несие сататын банкирлерді есірткі сатушылармен және қылмыскерлермен салыстырады. Бұл сөздер Алекске әсер етеді, өйткені оның ата-анасы да өмір бойы ипотека мен кредитке байланған еді. Алекс нақты шешімге келіп олар үшін ол өзінің қауіпті істерін жасай бастайды. Жігіт университетте оқудан бір жола бас тартуға шешім қабылдайды және Робин Гуд сияқты миссияны қабылдайды. Сайтпен танысу арқылы моральдық тұрғыдан бұзылған байларға шабуыл жасайды. Олар байлардың несие картасын алып, жалған төлқұжаттар мен маскировкалардың көмегімен оның банктегі шотын лимитсіз ақша шешуді ойлап табады. Жоспардың батылдығына қарамастан, сайт түнгі клубтарда уақыт өткізген кезде оларды полицейлер де таба алмай жүреді. Алекске қоғамдағы теңсіздік пен әділетсіздік тыныштық бермейді. Ол анасы жұмыстан шығарылған банкке шабуыл жасауды шешеді.
Жоспармен ол басқа біреудің атын жамылып банкке барады және қызметкерлердің бірінің жүйелік блогына флешканы салып қояды. Компьютер қатып жатқанда барлық мәліметтер флешкаға өткен болатын. Кетуге асыққан Алексті күзетшілер ұстап алады. Оның жоспары ашылып, банктің қауіпсіздік басшысы Алекске флешканы қайдан алғанын айтпаса, ұзақ мерзіммен түрмеге баратынын айтып қорқытады. Дарк вебтің құпиясын ашқысы келмей, хакер жауап ретінде өзара келісім жасауды ұсынады. 18 жастағы жігіт банктың барлық ақпаратын оңай ұрлай алады деп ойлайсыз ба деп сұрақ қояды. Ол жүйенің осалдықтарын жоямын және банк клиенттердің алдында беделін жоғалтпай ішкі қауіпсіздігін реттейді. Ал орындаған жұмыс үшін банк Алекске қатысты барлық талаптардан бас тартады. Екі жақ келісіп, уәде орындалады. Сонымен қатар, дарк вебте Алекс әйгілі болады, өйткені ол өте күрделі қорғаныс жүйесін бұзып тастаған жалғыз адам еді. Бірнеше күннен кейін Алекске дарк вебтегі қыздан хабарлама келеді. Екі хакер өзара келісіп кездеседі. Кездесуде қыз өзі туралы ештеңе айтпайды, тек жігіттің әңгімелерін тыңдайды. Я знаю твое имя, город и дату рождения. Қыз хакерлік істерде тәжірибелі болып шығады және анонимділікті сақтаудың қаншалықты маңызды екенін біледі. Олар Зет мырзаны талқылайды. Алекс оған бірге жұмыс жасауға шақырады. Кира жігіттерге жалған төлқұжаттар мен несие карталарын, қымбат заттарды және бай сатып алушыларды алу үшін қосылады. Біраз уақыттан кейін сайт қызға күдік ұстай бастайды. Алекске оның жасап жатқан жұмыстары тез әрі сенімсіз және ол командамен оңай қосылып кетуін айтады. Бірде Кира Алекске сайтты Торонтода қалдырып, онымен бірге Гонконгқа баруды ұсынады. Онда жұмыс істеуге көптеген мүмкіндіктер бар. Алекс Рузвельтті жеке кездесуге шақырады. Рузвельт оған алғашқы жұмысын берген дарк вебтегі жігіт. Алекс оған алғыс айтып, Кира туралы сұрайды. Бірақ Рузвельт ол туралы ештеңе естімеген екен және бұл күдік тудырады. Сайт мен Кира арасындағы қарым-қатынас одан да нашарлай бастайды. Ол сатылымды арттырғысы келетін және тексерілмеген сатып алушыларды таңдайтын қыздың қауіпті стилін ұнатпайды. Олар жүк көлігімен келген бандиттермен тауар алуға барғанда Кира мен сайт келіссөздер кезінде жанжал шығарады. Сатып алушылар да қобалжып, қару алады. Сайт мен Кира бір-бірінен ашуланған үшін кешірім сұрайды. Ал қыз бандиттердің тауарларын сатуға тырысқанын және олардың уақыттарын босқа өткізгенді ұнатпайтынын айтады. Торонтодағы бизнес қауіпті болған соң үшеуі орын ауыстырып Гонконгқа ұшады. Алекс көшкеннен кейін бәрі өзгереді деп үміттенді, бірақ олай болмайды. Қарым-қатынас шиеленіскен күйінде қалып отырды. Ал қазір ақша көп болса да, оған өмірдің мағынасы болмады. Сонымен қатар, команда қырағылықты жоғалта бастайды. Кейде Алекс дүкенге барар алдында несие карталарын тексеруді ұмытып кетеді. Бұл жағдайда төлем жасау кезінде банк сатушыларға алаяқтық туралы дереу хабарлайды, ал үшеуі қылмыс орнынан тез арада қашып құтылады. Сайт әлемді өзгерту әрекеттеріне мүлдем мән бермейді. Ол өзінің туған күніндегі кештермен қыздарды ғана ойлайды. Ол клубта төбелес ұйымдастырады. Содан кейін достарымен уақытша қамауға алынады. Олар шыққаннан кейін ол бір кездері Торонтода ұрланған шексіз картадан абайсызда ақша шешіп келеді. Шыдамы таусылған Алекс досының осы қауіпті істерін айтып ұрсады да онымен араласуды тоқтатады. Олар Кирамен бірге банкоматтардан қолма-қол ақша алып, дарк веб визиткаларын қылмыс орнында қалдырып, $2,5 миллион астам ұрлайды. Осыдан кейін ол халықаралық жаңалықтарға шыға бастайды. Бұл жұп іздерін жабу үшін қайтадан орын ауыстыруы керек. Кира болса осымен жұмысты тоқтатайық деп айтады. Олардың тапқан ақшасы бүкіл өмірлеріне жететіне, бірақ Алекс тоқтай алмайды. Ол банкирлер мен корпорациялардан кек алуды жалғастырғысы келеді. Қыздың өмір сүрудің басқа жоспарлары бар екенін және ол кек алу туралы қызу сөйлеген жігітті сүйеді. Кенеттен оларға Зеттен жеке хабарлама келеді. Ол Алексті мақтап және оған ең жоғары мәртебе береді. Жігіт бұл мүмкіндікті пайдаланып Зетпен жеке кездесуді ұсынады. Телефонға бірден жасырын нөмірден қоңырау келеді және Кирамен бірге олар мүгедектер арбасындағы денесі тыртықпен жабылған адаммен кездеседі. Онымен жұмыс істеуге келіссе, оның меншігіне өтетінін ескертеді. Қателіктерге орын жоқ. Егер қателік жасаса, онда сені өлім күтеді дейді. Сонымен қатар, Алекс қана емес, оның барлық жақындарына да қауіп төнетінін айтады. Кездесуден кейін сайт Алекске қоңырау шалып онымен жұмыс істегісі келетін және өзгеруге уәде беретінін айтады. Ол Алексті Кирамен бірге олардың бөлмесінде күтеді.
Сайтты жақында ұрланған карточканың иесі тауып алады. Үйге оралғанда ваннадан өлген досының денесін көреді. Полиция мен жедел жәрдем шақырғысы келетін Алексті Кира тоқтатады. Тағы да жасырынатын уақыт келді. Ал келесі аялдама Нью-Йорк, онда серіктестер зетке арналған жобалармен жұмыс істеуді жалғастыруда. Олар қор нарығына арналған заң жобаларына жауапты сенаторды өлтіру туралы жаңалықтар мен кадрларды желіге таратады. Бұл акциялар нарығын құлдыратады. Бұл зетке оларды арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Кісі өлтіру жалған болып шыққандықтан нарық қайтадан көтеріліп, зетке үлкен ақша табуға мүмкіндік береді. Зет жасаған жұмыс үшін Алекске қомақты ақша төлейді. Бірақ үйге бара жатқанда Алекс пен Кираны бетперде киген адамдар ұрлап кетеді. Жігіт жалғыз оянады және досына да, бастығына да хабарласа алмайды. Ол бірдеңе болған кезде Бангкокта жолығамыз деп келіскен жерге келеді. Бірақ Кира келмейді. Алекс ата-анасын есіне алады және қоңырау шалып, 2 күннен кейін келуге уәде береді. Алекс интернет кафеге кіріп, дарк ойы бұғатталғанын анықтайды. Жаңалықтарда Зет қамауға алынып, ал оның оң қолы Кира ұстау кезінде өлтірілген деген ақпараттарды көреді. Осы уақытта ол сеанс үшін төлеген жалған карточканы байқаған кассир дереу полицияға қоңырау шалады. Алекс қыздың өліміне сене алмайды, бірақ Кирдің тірі екендігі туралы қандайда бір мәлімет қалдырғанын білуге тырысады. Полиция келіп, оны алып кетеді. Жігітке алаяқтық жасады деген айып тағылып, Тай түрмесінде жазасын өтеуге жіберіледі. Ол шынайы әлемнен алыстағанын түсінеді. Түрмеде болған кезінде Алекс өмір туралы ойлана бастайды. Ол көп оқиды және біртіндеп көзқарастары мен басымдықтарын өзгертеді. Ол өзінің небәрі 21 жаста болса да, адамдарға сонша ауыртпалық түсіргеніне қатты өкінеді. Ал оны 2 жылдан кейін күтіп тұрған анасына не деп айтатынын да білмейді. Жігіт жалған есіммен отырып, түрмеден шығады. Шыққан уақытта ол тірі және сау Кирамен кездеседі. Ол бір кездері темір тордың артына түсіп, сол жерде полициямен келісім жасады. Осыдан кейін қыз жасырын жұмыс істеді және Алексті зетке шығу үшін пайдаланды. Бірақ ол жігітке деген шынайы сезімді сезіне бастады және бәрін тастап, онымен биліктен де, зеттен де жасырынғысы келді. Алайда оларды полицейлер ұстап, Алексті ұрлап кетті. Кира шекарада оның жалған құжаттары туралы сұрақтар туындамау үшін Алекске өзінің шынайы төлқұжатын береді. Хакердің адал адам ретінде өмір сүруге екінші мүмкіндігі осымен басталады. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бұл фильмнің аты «Хакер».